кеш сіздермен номер 543 есепті шығаратын боламыз. Бірінші есеп. Бізде байқап отырсаңыздар, аралас сандар, соларды азайтуға берілген екен. Кеттік. Бірінші есеп. Тоғыз бен 6-ға ортақ көбейткіш қанша, соны табатын боламыз. 9-ға 9 2-ге көбейтем 18, 18 6-ға бөлінеді. Демек, мен жазамын 9-ға 2-ден берем, 18 келтіріп отырмыз ғой. Онда мына 3-тен болады. Сонда 12 бүтін 18-ден 2 бұл қосылғыш сияқты бірден жаза алмаймыз, себебі кіші саннан үлкен санды азайту болып қалуы мүмкін. Сол себепті 18-ден 3. Міне, 2-ден 3-ті азайтамаймыз. Демек, 12 бүтінді біз біреу қарызға аламыз. 12 бүтіннен біреуін алып, бөлшектеп тастаймыз. Мысал үшін сізде 100 теңге болса, 50 теңге 50 теңгеден бөліп аламыз, немесе 60 теңге 40 теңгеден бөліп аламыз, Айналып келген ол бәрі 100 теңге, оны ұсақтасақ та 100 теңге, теспей бүтіндесек те 100 теңге. Дәл сол сияқты 12 бүтінді ұсақтап аламыз. Сонда 1 бүтін алам, 11 бүтін болады. 1 бүтін алғандықтан бөлімін алымына қосамын. 18-ге 2-ні қосамын, 20. Яғни 20-ны 18-ге бөлгенде қайтадан 12 бүтін 18-ден 2 шығу керек. Минус 7 бүтін 18-ден 3. Енді азайтам. 11 бүтіннен 7 бүтінді азайтсақ 4 бүтін, 18 сақталады. 20-дан 3-ті азайтатын болсақ, ол бізде 17 болады. Келесі. 7 бүтін 4-тен 1, минус 3 бүтін 15-тен 7. 15-ті 2-ге көбейтсек 30, 34-ке бөлінбейді. 15-ті 3-ке көбейтсек 15-ті 3-ке көбейтсек 45, 45-ті 4-ке бөлінбейді. 15-ті 4-ке көбейтсек 60, демек мынаған 4-тен, мынаған 15-тен берім 60 болу үшін. Сонда 7 бүтін 60-тан 15 минус 3 бүтін 60-тан 28. 15-тен 28 аз айтылмайды, яғни 7 бүтінді тағы 1 бүтін ұсақтаймыз. 7 бүтіннен 1 бүтінді азайтсақ 6 бүтін, 60-тан 1 бүтінді ұсақтау үшін 60 пен 15-ті, яғни алмен бөлімін жай ғана қоса салам. 60-ға 15-ті қоссам, ол менде 75 болады. Минус 3 бүтін 60-тан 28. Енді кәдімгідей азайта берем. Бір аралас санды бүтін саннан бүтін санды азайтам. 6-тан 3-ті азайтам, ол бізде 3 бүтін. 75-тен 28-ді азайтам, ол менде 47 болады. Бөлімі 60 сақталады. Келесі, үшінші есеп. 9 бүтін 12-ден 5 минус 6 бүтін 7-ден 2. 12-ні 2-ге көбейтем 24, 24 7-ге бөлінбейді. 12-ні 3-ге көбейтем 36, 36 7-ге бөлінбейді. 12-ні көбейтем 4-ге 48, 48 7-ге бөлінбейді. 12-ні 5-ге көбейтсек 60, 60 7-ге бөлінбейді. 12-ні 6-ға көбейтеміз, 72 ол 7-ге бөлінбейді. Сонда 12 мен 7-нің көбейтіндісі 84-ге келеді. Сонда мына жерде мен 7-ден берем, мына жерде 12-ден берем. Енді жазамын тең 9 бүтін 84-тен 35 азайтылған 6 бүтін 84-тен 24. Бүтін саннан бүтін санды азайтам. Бөлімі сақталады. 35-тен 24-ті азайтамыз 11. Келесі, төртінші есеп. Төртінші есеп бізде 4 бүтін 6-тан 1 минус 2 бүтін 21-ден 4. 21-ді 2-ге көбейтем 42, 42 ол бізде 6-ға бөлінеді да. Сонда мынаған 7-ден берем, мынаған 2-ден берем.
Сонда 4,42-ден 7 азайтылған 2,42-ден 2 төртім 8. 7-ден 8 азайтылмайды. Онда 7-ні үлкейту керек бізге. Ол үшін 1,5-нен ұсақтауын сұраймыз. Сонда 4-тен 1,5-ді аламын. 3,42-ден ұсақтау үшін алымен бөлімін қоса салам. 42-ге 7-ні қосам. 49 минус 2,42-ден 8. Сонда 3-тен 2-ні азайтам 1, 42, 49-дан 8 азайтсам 41 болады. Келесі есеп 5-ші есепке келдік, е? 5-ші есеп бізде 5,25-тен 9 минус 3,15-тен 8. 25-ті 2-ге көбейтсек 50, 15-ге бөлінбейді. 25-ті 3-ге көбейтсек 75, 75 сол 15-ге бөлінеді. Демек, мынаған 3-тен берем. Ал мынаған 5-тен берем. 75 болушын. Сонда 5,25-тен 27, 25-тен емес, біз 75-ге келтірдік қой. 75-тен 27 минус 3,75-тен 40. 27-тен 40 азайтылмайды. Онда не істейміз? Мынаны 5,5-ді біреуін қарызға алып аламыз. Сонда 5-тен 1-ді азайтсақ 4,5. 75-тен біреу алғандықтан 75 пен 27-ні қосып, оны алымына жазамыз. 102 минус 3,75-тен 40. Енді мәнін жазамыз. 4-тен 3-ті азайтсақ 1,5. 75-тен 102-ден азайтсақ 40 па? 40 бізде 62 болады. Келесі 6-ші есеп. 4,35-тен 3 минус 2,14-тен 5. 35-ті 2-ге үлкен санын көбейтіп жатырмыз. 35-ті 2-ге көбейтем 70. 70 сол 14-ге бөлінеді. Демек, мынау 2-ден берем. 70-ті 14-ге бөлетін болсақ 5-тен деді. Демек, 4,70-тен 6 азайтылған 2,70-тен 25. 6-тан 25 азайтылмайды. Онда да 4,5-ді біреуін аламыз, е? Сонда 3,5 қалады. 70-тен 76. 76 қайдан шықты? 4-тен біреу алғандықтан алымен бөлімі қосамды, алымына жаза саламын. Минус 2,70-тен 25. Сонда 1,70-тен 76. 76 минус 25, 51 болады. Келесі 7-ші есеп. 10,8-ден 3 минус 4,3-ден 2. 8 2, 8 3-ме. 8 мен 3-тің көбейтіндісі ортақ бөлім болады. Сонда 10,24-ден 9 минус 4,24-ден 16. 9-дан 16 азайтылмайды, 10-нан біреу аламыз. 10-нан біреуді алсақ 9, 24 пен 9-дың қосындысын алымына жазатын боламыз. 33 минус 4,24-ден 16 сол күйінше жазылады. 9-дан 4-ті алсақ 5,24-ден 33-ден 16-ны азайта саламыз. Сонда 17 болады. Соңғысы 8-ші есеп.
7,16-тан 1 минус 3,24-тен 5 тең 16 мен 24. 24-ті 2-ге көбейтем 48, ол 16-ға бөлінеді. Сонда мұнда 2-ден берім, мынаған 3-тен берім. 7,48-ден 3 минус 3,48-ден 10. 3-тен 10 алынбайды, онда 7-тен біреуін алатын боламыз. 7-тен 1-ді алсақ 6, 48. 48-ге 3-ті қосамыз. Ал мен бөлімін, өткен біреу алып отырмыз ғой. 51 болады. Минус 3,48-ден 10. Енді жай ғана мәнін жазу қалды. 6-тан 3-ті бүтінді азайтсақ 3,48-ден 51-ден 10-ды азайтатын болса 41 болады. Егер есеп түсінікті болатын болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.